Сәлем достар, бүгін мен ыстық салат пісіремін. Ең бірінші етімізді өте жұқалап турап аламыз. Міне, сіздер бір мейрамханадан немесе асханадан жегеннен кейін дәл осыны қайталап істегілеріңіз келсе, үнемі еті қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл салатты жасаудың басында етті турауында да үлкен мән бар. Мына етті тоңазытқыштан шығарғаннан кейін, мұздатқыштан шығарғаннан кейін бір 15-20 минуттан кейін бірден бастап турай береміз. Міне, мұз күйінде тұр. Осылай өте жұқа етіп турап аламыз. Ыдысымызға сұйық май құйып аламыз. Ол да құя береміз. Етті салып турамыз. Етті қатты отта жиі араластыра тұрып, ет барлық сөлін бөліп, ол сөлін тартып алғанға дейін қуырамыз. Ол шамамен 7-8 минутты құрайды. Ет әбден қуырылды. Осы кезде жарты кесе су құямыз. Және осы жарты кесе суда енді осы суы тартылғанша орташа отта етті пісіріп аламыз. Баклажан ортасынан кесеміз. Міне, сосын тағы да баклажанды 4 бөлікке ұзыннан бөліп аламыз. Енді әрбір бөлікті міне осылай кессек, ол ромбы тәріздес болып кесіледі. Бір жағы ұзын болады. Міне. Барлығын осылай кесіп аламыз. Шұңғыл көлемді ыдысқа салқын су құйып, баклажанымызды батырып қоямыз. Баклажанды жай ғана суға батырып қоям десеңіз, ол батпайды міне. Сондықтан бетіне осындай тәрелке қоя саласыз. Ендігі кезек көкөністерде. Қызыл немесе сары тәтті бұрыштың молырақ болғаны жақсы. Және мынандай тәтті бұрышты да міндетті түрде қосамыз. Бұның иісі өте жақсы шығады. Және жартылай ащы бұрыш, полугорки деп айтамыз. Сонымен барлығын ұзыншалап турап аламыз. Мынандай артық еттерін алып тастаймыз. Себебі бұл біздің салатымызда әдемі көрінбейді. Ішкі еттерін алып тастаймыз. Және бұны міне тәтті бұрышты осылай ортасынан бөлеміз де, мына жерлерінен осы қалыпта турап шығамыз жіңішкелеп. Барлық тәтті бұрышты осылай тураймыз. Бұрыштарымыз дайын. Пиязды да ортасынан қақ бөлеміз, міне ұзыннан. Енді турағанда бұны да осылай турап алсақ, дұрысы осылай. Бес-алты сарымсақты жіңішкелеп турап аламыз. Мынадан артық қуырмаймыз. Осындай қоңырқай түске келтіріп аламыз. Пешті өшіреміз. Қызып тұрған үлкен қазанымызға сұйық май құямыз. Зәйтүн майымен де. Қызып тұрған майға ең бірінші 1 шай қасық бал немесе 1,5 шай қасық қант саламыз. Қуырамыз. Ол бізге қоңырқай түс береді. Тәтті де болып кетпейді. Негізі білсеңіздер, кез келген тамаққа, фастфудтарға тұзбенен қант қосады. Сол кезде олардың белгілі бір дәмі, дәмдеуіштерінің дәмі сезіле бастайды. Қытайдың асханасында да, шығыс асханасында да осындай қант немесе бал қуыратын
мәзірлер жиі кездесіп тұрады. Міне, майымыз қоңырқай түске ене бастады. Балдан кейін судан шығарып алып қойған баклажанды қуырамыз. Қазір қараңыздар, баклажанның түсі де қоңырқай түске енеді, ал жай ғана майға қуыратын болсаңыз, оны күйдіріп жібермесеңіз, ондай түсті ала алмайсыз. Ал бал немесе қант қосу арқылы бір жақсы сүйкімді қоңырқай түсті ала алатын боласыз. Төрт-бес минут қуырамыз. Баклажан аздап қоңырқай түске ене бастаған кезде ортасын ашамыз және бұған дейінгі қуырып қойған етті саламыз. Тағы 3-4 минут қуырамыз. Енді 3-4 минут өткеннен кейін бір шай қасық әмбебап дәмдеуіш, 1,5-2 шай қасық паприка, жарты шай қасық тұз майына салып жіберіп қуырып аламыз. Міндетті түрде ортасын ашып аламыз, андағы баклажанның бетіне себелей отырып қуырмаймыз. Мынандайлар болса төменге қаратып жібереміз де. Сонда оның дәмі де, иісі де, түсі де жақсы болады. Енді түгел араластыра беруге болады. Мен мынандай соя соусын қолданамын. Бұл ащы соус, өйткені бұның құрамында сарымсақ және ащы бұрышы бар. Соның 30 граммына 30 грамм су құйып аламын және дағы салатымызға құйып жіберемін. Қақпағын жауып, қазір тәрелкемізге салып аламын. Салат дайын. Астарыңыз дәмді болсын, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.